Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Математика пәнінің 59-шы сабағы бүгін. Сабақтың тақырыбы шамаларды өлшеу. Бүгінгі сабақта мында көрсетілгендей, міне масса, ұзындық, сыйымдылық тақырыптарынан алған білімді пысықтап қайталайтын боламыз. Бірінші тапсырмаға назар аудар. Бірінші тапсырма міне тұр, берілгенін оқиық. Суретте нені өлшенгеніне қара. Нені өлшегеніне қара. Тағы нені өлшеуге болады. Қандай шамалар өлшенді. Біз алдымен төмендегі суреттерге жеке-жеке қарап шығамыз. Одан кейін ол жерде нені өлшегеніне назар аударамыз. Одан кейін тағы да нені өлшенгенін анықтаймыз. Яғни бұл жерде біз бірнеше қадамды жасаймыз. Бірінші, суреттерге қарап өлшенген заттарды атаймыз. Екінші, тағы да нені өлшеуге болатынын табамыз. Үшінші, олар қандай шамалар екенін айтамыз. Бұл тапсырмалар бізде ауызша орындалады. Ендеше бірінші суретке қарайық. Бірінші суретте қорадағы үй жануарлары бейнеленген бірінші суретте. Сонымен, ненің өлшенгеніне қарайық. Бұл жерде сиырдың массасы 80 килограммға тең екендігі көрсетілген. Қойдың массасы 30 килограммға тең екендігі көрсетілген. Енді тағы да нені өлшеуге болады, оны сұрақ белгісімен тұр. Яғни бұл жерде біз иттің де массасын өлшеп біле аламыз. Мысалы, итті 20 килограмм деп алуға болады, өткен сабақтағыдай. Бұл суреттерде масса өлшем бірлігі көрсетілген. Міне төмендегімен бұлай көрсетейін түсінікті болу үшін. Масса өлшем бірліктері. Екінші суретке қараймыз. Екінші суретте үйдің дуалы, орысша айтқанда забор дейміз ғой, ағаштан жасалған. Сол бейнеленген. Бұл жерде дуалдың ені көрсетілген. Бір ағаш дуалдың ені қанша сантиметр екенді көрсетілген, ол 20 сантиметрге тең екен. Және осындай бірнеше ағаш дуалдың жалпы ұзындығы қанша сантиметрге тең екендігін көруге болады. Бұл жерде 6 дециметр деп беріпті, ол дегеніміз 60 сантиметр. Сонымен қатар ағаш дуалдың ұзындығын да өлшеуге болады. Ұзындығы 60-тан кіші болады, сонда шамамен бұны 30 сантиметр деп алсақ болады. Бұл суретте, екінші суретте ұзындықтың өлшем бірліктері көрсетілген. Міне төмендегі шамалармен байланыстырып көрсететін болсақ. Үшінші суретке қараймыз. Бұл жерде бірнеше ыдыс берілген және ол ыдысқа қанша литр сұйықтық сиятыны көрсетілген. Мысалы, мына бірінші үлкен бөшкеге 20 литр су немесе кез келген сұйық зат сияды екен. Оның көлемі 20 литрге тең. Үшінші тұрған шелекке 10 литр сұйықтық сияды. Сонымен қатар, екінші тұрған ортадағы шелекке де сұйық зат құюға болады. Оның көлеміне қарай. Бұны енді 10 литрдің жартысы деп алсақ болады. Мысалға 5 литр сұйық зат құюға болады. Бұл суретте сыйымдылықтың өлшем бірліктері көрсетілген. Міне бірінші тапсырманы талдадық. Және жоғары жақта шыршаны да қалып бара жатыр. Шыршаның да биіктігін өлшеуге болады екен дециметрмен. Оны сантиметрге айналдырып, қанша сантиметрге тең екендігінде анықтауға болады. Ары қарай екінші тапсырма. Екінші тапсырмада былай дейді. Әр шаманың мәндерін өсу ретімен жаз. Қарап отырсаң, бұл жерде әр шама әр түрлі түспен берілген. Масса, міне, ол қызғылт түспен берілген, розовый. Ұзындық, олар көк түспен берілген. Және сыйымдылық жасыл түспен берілген. Енді бұны дәптерге жазу үшін біз дәптерімізге былай жазып қоямыз, мысалы үшін. Мен жоғарыға жазып көрсетейін, сендер дәптерге оны былай орындайсыңдар. Масса. Үлкен әріппен жазамыз. Масса. Енді массаның өлшем бірліктері жаңа айттым. Қызғылт түспен берілген, розовый. Өсу ретімен жазу үшін біз ең кішісінен бастап жазамыз. Сонда оның өсу реті қалыптасады. Ең кішісі 9 килограмм. Бір таңбалы саннан бастаймыз.
9 килограмм. Одан кейін 20 килограмм, 50 килограмм және 60 килограмм. Бұл массаның өлшем бірліктері. Келесі енді ұзындық өлшем бірліктерін жазып шығайық. Дәптерге міндетті түрде көркем жазып қалыптасқан жөн. Ұзындықтың өлшем бірліктері көк түспен берілген. Ішіндегі ең кішісінен бір таңбалы саннан бастаймыз. Бұл жерде 5 дециметр көрсетілген. 90 сантиметр, 30 сантиметр, 10 дециметр. Енді түсінікті болу үшін алдымен барлығын теңестіріп сантиметрге айналдырып алайық. 10 дециметр деп тұрғанымыз 100 сантиметр. 5 дециметр дегеніміз 50 сантиметр. Енді қарайық. 90, 50, 30, 100. Ең кішісі 30 сантиметр. 30 сантиметр. Одан кейін 50 сантиметр. Немесе 5 дециметр деп жазсам дұрыс болар. Сосын 90 сантиметр және 10 дециметр. Кітапта қалай жазылған, солай көрсетейік. Мұнда 5 дециметр деп жазып қойсам болады. Және ең соңғысы сыйымдылық. Сыйымдылықтың өлшем бірліктерін өз суретімен жазайық. Бұл жерде 10 литр, 30 литр, 40 литр және 20 литр көрсетілген. Әрине біз 10 литрден бастаймыз. Ең кішісі 10 литр, 20 литр, 30 литр және 40 литр. Міне екінші тапсырманы дәптерге осылай орындаймыз. Үшінші тапсырма. Ойлан және жауап бер дейді. Ауызша тапсырма екен. Суретке назар аудар. Суретте екі оқушы, Сырым мен Әлия деп айтамыз, біз оны оқулықта, асханада отыр. Олар не істеп отыр? Шырын ішіп отыр. Енді талдайық тапсырманы. Бұлай дейді. Үлкен стақанға, міне үлкен стақанға, екі кішкентай стақан шырын сияды. Яғни, мына үлкен стақанның сыйымдылығы көлемі екі кішкентай стақан. Екеуін мұнда құйсақ, үлкен стақан толады. Яғни бірдей екеуі. Сонда сұрақ, кімнің шырыны көп? Қараймыз. Әлияның шырыны көп пе, әлде Сырымның шырыны көп пе? Екеуінікі бірдей. Неге? Өйткені Әлияның үлкен стақанындағы шырынды екі стақанға құятын болсақ, ода да дәл Сырымдікіндей көлемде шырын шығады. Әрі қарай, екі үлкен стақанға неше кішкентай стақан шырын сияды дейді. Егер бір үлкен стақанға екі кішкентай стақан шырын сыйса, онда екі үлкен стақанға қанша кішкентай шырын сияды? 4 стақан шырын сияды. 4 стақан шырын сияды. 4-ім ұқсамай кетті. Міне 4. Соңғы тапсырма, 4-ші тапсырма. Тыңдай ғой. Ыдысты толтыру үшін неше литр сұйық зат құю керек? Өзің мысал ойластыр. Ал досың жауап берсін дейді. Сенің алдында әртүрлі бөтелкенің түрлері берілген. Олардың сыйымдылығы көлемі әртүрлі. Мысалы, бірінші бөтелкеге қарай ғой. Бұл бөтелкенің сыйымдылығы 40 литр. Яғни бұған 40 литр айталық су сияды. Енді оның ішінде 10 литрі болса, енді қанша литр су құю керек бөтелкені толтыру үшін? 40-тан 10-да азайтамыз, 30 литр. Екінші бөтелкенің көлемі, ол да 40 литр. Бірақ онда 30 литр су бар. Енді біз толтыру үшін тағы қанша литр су құямыз мұнда? 40-тан 30-да азайтамыз, 10 литр. Үшінші бөтелкенің көлемі 20 литр. Бөтелкені толтыру үшін қанша литр су жетіспейді? 20-дан 10-да азайтамыз, 10 литр су жетпейді. Төртінші бөтелкенің көлемі 10 литр. 5 литр су бөтелкеде бар. Қанша литр су жетпейді? 5 литр су жетпейді. Оны біз белгілі сандарды
бір-бірінен азайту арқылы таптық. Міне, оқулықта берілген тапсырмаларды орындадық. Енді дәптердегі тапсырмаларға өтейік. 59-шы сабақ бойынша дәптерде не бары 2 ғана тапсырма берілген. Бірінші тапсырмадан бастайық. Өлшем бірліктерін, яғни өлшем бірліктерін, бұл жерде атап тұрғаны, жаңағы біздің сабақ барысында айтып жатқан 3 өлшем бірлігіміз бар ғой, ол масса, ұзындық және сыйымдылық. Осы үшеуін 3 түрлі қарындашпен қоршап сыз дейді. Енді қалай сызамыз? Ол үшін шамалардың мәнін энциклопедиядан анықтап оны жаз дейді. Біз мына жердегі жануарлардың немесе ыдыстардың сыйымдылығын, ұзындығын, салмағын білу үшін өзіміздің білетін білімімізді немесе шамамен кітаптан қарап жазып көрейік. Сонымен бірінші қоян. Қоянның массасы неше килограмм? Өткен сабақта қоянның массасы берілген болатын. Түлкінің де массасы берілген, соны қазір қарап көрейік. Міне, 58-ші сабақта қоянның массасы 8 килограмм, түлкінікі 20 килограмм деп берілген екен. Осы тапсырманы, осы массаны шамамен алып көрейік. Қоянның массасын мұнда 8 килограмм деп жазайық. Мұнда түлкінің массасын 20 килограмм деп жазайық. Шелектің сыйымдылығы 5 литр деп жазайық. Мына үлкен қасықтың ұзындығы 10 сантиметр дейік. Қасқырдың салмағы түлкіден ауыр, әрине, оны шамамен 60 килограмм деп жазайық. Қарындаштың ұзындығын 9 сантиметр деп жазайық. 8 болуы мүмкін, кішкентай қарындаш болса 6 сантиметр болуы мүмкін. Бөтелкенің сыйымдылығы 1 литр деп алайық. Бөшкенің сыйымдылығы 20 литр деп алайық. Міне, шамамен осылай жазып шықтық. Енді осының ішіндегі масса өлшем бірліктерін қызыл қарындашпен қорша дейді. Қызыл қарындашымызды аламыз. Енді масса өлшем бірліктерін қызыл қарындашпен қоршаймыз. Массаның өлшем бірлігі не еді? Килограмм. Демек, килограммдарды қызылмен қоршаймыз. Міне, 8 килограмм, 60 килограмм, 20 килограмм. Келесі. Ұзындық өлшем бірліктерін көк қарындашпен қорша дейді. Көк қарындашымызды аламыз. Ұзындықтың өлшем бірлігін еске түсіреміз. Сантиметр немесе дециметр. Ендеше қоршаймыз. Міне, 10 сантиметр және 9 сантиметр. Бұл ұзындықтың өлшем бірлігі. Және үшіншісі сыйымдылықты жасыл қарындашпен қорша дейді. Сыйымдылықты жасыл қарындашпен қоршаймыз дайындап. Сыйымдылықты біз литрмен өлшейміз. Ендеше 5 литрді, 1 литрді, 20 литрді жасыл қарындашпен осылай қоршап қоямыз. Келесі екінші тапсырма өте оңай. Бұл тапсырманы біз бұрындар орындап жүргенбіз, білеміз, білуге тиіспіз. Кім жылдам? Есепте және салыстыр дейді. Салыстыр деген тапсырма болса, бірден біз салыстыру таңбаларын еске түсіреміз. Олар артық, кем немесе тең. Ол үшін жұлдызшаның орнына таңбаны қоймас бұрын біз амалдарды орындап аламыз. Міне, екі жақта амал тұр ғой, қосу мен азайту. Осыларды орындаймыз. 6 сантиметрге 2 сантиметр дейді, қосайық. 6 мен 2-нің қосындысы 8-ге тең. Демек, мұнда мәні 8 сантиметрге тең. Келесі екіншісінде 9 сантиметр мен 2 сантиметрдің айырмасы 7 сантиметрге тең. Енді мәндерін салыстырамыз. 8 сантиметр 7 сантиметрден артық, 7 сантиметр 8 сантиметрден кем деп белгілейміз. Екі таңбалы сандарды дәл солай орындаймыз. Мұнда міне қосу амалы берілген, мұнда азайту. 10 литрге 20 литрді қоссақ 30 литр болады. 50 литрден 20 литрді азайтсақ та 30 литр болады. Екеуі бірдей мәндері, сондықтан бұнда тең қоямыз. Осылай қалғандарында орындап, ортасына салыстыру таңбаларын қойып шықсаң болады. Міне 59-шы сабақты аяқтадық. Келесі сабақта кездескенше сау бол.